Атырау облысы жастар құрамасы Сағыз. Бір көрініс сайысы Сағыз құрамасы дайындық үстінде. Жігіттер, табиғат тылсым дүние сөзінің мағынасын түсіну үшін мен сендерге тылсым дүние деген газет алып келдім. Осымен дайындалып барыңдар. Жапу. Ау, мына ішінде сурет жоқ қой. Суреттің не істейсің? Тақырып тауып алайық. Тақырыпты сыртынан іздейік. Жігіттер, бізде дым дайындық жоқ. Не істейміз? Тақырып оқиық. Менде мұндай тақырып бар. Қандай? Сәтсіздікке ұрынбаудың 8 жолы. Оны қалай ойнаймыз? Бірінші жол бір бақытты жол. Екінші жол темір жол. Үшінші жол өнер жол. Төртінші жол қара жол. Мықты дайындап келіпсіңдер ол. Менде де мұндай тақырып бар. Қандай? Жұлдызбен суретке түскен адамның өмір жасы ұзарады деген. Онда жұлдыздармен суретке түсіп алайық. Қай жұлдызбен түсеміз? Жеті қарақшымен. Ол кім? Тәтті күндер, шашылайлы шақ көліңдер. Ән салайық би-билейік, шарықтасын шаттық үндер. Досым қасам ғой. Менде мынандай тақырып бар. Мағынасы жоқ тылсым ән. Ол қандай ән? Танза кудуро, 12 бланча, остра мелендра, микоса флама. Сол ма? Менде мұндай тақырып бар. Қандай? Түсініксіз адам билететін ән. Ол қандай ән? Онекасана мини таката, фустралала ми таката, фусана мини таката, острал лени таката. Така бро. Күшті екен. Жігіттер, мен жұлдыздар отбасына бір мақал оқыдым. Қандай? Ғаламторда бір тылсым би пайда болыпты. Ол қандай би? Құрметті көрермендер, табиғаттың тылсымын, яғни белгісіздікті іздесеңіздер, басқа жерге барып керек жоқ. Біздің ауылға келіңіздер, біздің ауылда жетеді. Біздің қорама